Баршаңызға сәлем достар. Түркі үндістері қалай жойылды? Олардың жойылуына еуропалықтардың қандай қатысы бар? Осы және өзге де ақпараттар жайында білгіңіз келсе, видеоның соңына дейін тамашалауды сұраймыз. Ендеше біз бастаймыз. Политолог Асхат Қасенғали 1942 жыл. Бұл жылды түркі үндістері қарғыс атқан жыл деп атайды. Кристофер Колумб дәл осы жылы Америка құрлығын ашып, нәтижесінде жергілікті халық миллиондап қырылды. Ең бірінші Багам аралдарына түскенде былай деп жазды: бұл жердің халқы өте көп, бірақ санының көптігіне қарамастан, олар ешқандай қиыншылық көрмеуде. Азық-түлік жеткілікті, жемістердің сан түрі өседі, ал халық бақытты көрінеді. Жаулап алып, өз дінімізге кіргізсек, олардан тамаша қызметкерлер шығар еді. Колумб ашуларынан кейін Америка құрлығына Еуропадан сансыз кемелер жол тартты. Олар жергілікті халықты қырып жойып, жаулап алу мақсатын алдарына қойған еді. Испан патшасы Жаңа әлем атты экспедиция ұйымдастырып, испандықтар Америка құрлығын бірінші болып бағындырды. Олар жергілікті халықтың егіндік жерлерін тартып алды. Тіпті себепсіз үндістерді өлтіріп, иттеріне тамақ ретінде де жегізген сәттері болған. 1935 жылы конкистадор Франциско де Чавес Каруа Кончукос патшалығын жермен жексен етіп, 3 жасқа толмаған 600 сәбиді өлтіріп, адамзат тарихы көрмеген зұлымдықты жасады. Ол жайлы сол сәттің куәгері болған Бартоломе де Касастың үндістердің қырылуының қысқаша түсіндірмесі атты кітабында жазылды. Отарлаушыларды сол сәтте талқандап тастауға болар еді. Алайда үндістер өзара тайпа-тайпа, ру-руға бөлініп, бір-біріне көмекке келмей қырқысып жатты. Олар үшін отарлаушылармен соғысуға қарағанда бірін-бірін қырып жою маңыздырақ еді. 1622 жылы ағылшындар Джеймстаун маңында түркі үндістердің 200-ге жуық тайпалар арасындағы алауыздығына май құйып, өзара қырқыстырып қырып салды. Олар ағылшындар мен испандықтарды, португалдықтарды одақтас санап, өз жеріне жол ашып берді. Ғасырлар бойы өркендеген майя, инк және ацтек патшалықтары сыртқы күштердің керемет ойластырған сценарийі бойынша іштегі тартыстан құлатылды. Түркі үндістердің өркениеті жойылды. 1500-1800 жылдар аралығында солтүстік және оңтүстік Америкада еуропалықтар әкелген эпидемиялардан, өзара ұрыстан, күштеп қоныстандырудан 80 миллион түркі үндіс қаза тапқан. Ру аралық соғыстар олардың жеңілуіне әкеліп соқты. Этнографтардың есептеуінше, 16 ғасырда оңтүстік және солтүстік Америкада 130-160 миллион түркі үндіс қаза болған. Ал 1926 жылғы санақ бойынша қос Америкада бар жоғы 7 миллион түркі үндіс қалыпты. Дэвид Стэннард 1992 жылы шыққан Америкалық Холокост кітабында 4 ғасыр ішінде 100 миллион түркі үндіс қырылды деп жазды. Айта берсе, тарих талай сыр мен мұңды, зұлымдық пен қателікті бұғып жатыр. Мен ол жазбам арқылы ешкімді айыптамаймын. Тек қана ұлтыңнан руыңды жоғары қоюдың түбі неге апарарын, оларды тарих қалай жазалағанын көрсеткім келеді. Бүгінде руға, дінге бөліну елімізде белең алуда. Сыртқы күштер бұл құбылысты арам пиғылына бүгін болмаса ертең қолданып кетуі бек мүмкін. Руыңды білу міндет, алайда ол ешқашан қазақ деген ұлы ұлтымыздан жоғары тұрмайды. Тым рушылдық, тайпашылдық кесірінен 100 миллион түркі үндістің бар жоғы 2 миллион отарлаушыдан қырылғанын ұмытпайық ағайын.